Осындай боқтықтардың бәрін маған тазалатады. Жаңадан келген қатын менің жасап кеткен тап-таза жеріме келіп ие болады. Еще мен жұмысым тартып алады. Поварларды жуады негізі, айтыңыздаршы. Маған жуғызып жатыр. Осы кафе ашылғаннан бастап бүткіл қоқсығын маған тазалатты. Ана жерден бүткіл жырларын маған жуғызды. Алма деген қатын дайын затқа келіп жатыр. Сөйтіп мен жұмыстан шығарып жатыр. Маған осындай ауыр жұмыстарын істетіп алады да, мені жұмыстан қуып жібереді. Сол әділдік па? Мен ана қатынға дайындап береді екен бүткіл затты. О қатын келіп мен жұмысым тартып алады екен. Осылай дайындап кетем. Бәрін мен жасадым. Бәрін мен тізіп шықтым. Осы етіп мені жұмыстан қуып жатыр. Менің орныма басқа адамды алып, бүткіл ауыр жұмысын маған істетіп, оңай жұмысына жаңа Алма деген қатын келіп істейді екен. Суббота, воскресенье генералға уборка болатын күні, воскресенье понедельник сен шығасың деп қойды ғой маған. Біреудің көтеншегі бол деп тұр ғой маған сонда. Ол 5 күн істейді екен, маған 2 күн істейсің деп қойды. Жалғыз бастаныға осылай қорлық көрсетіп мен жұмыстан қуып жатыр. 775 067 39 18 номердегі Иманбаева Жанар мені бүткіл жерден жұмыстан қудырып отыр. 79-шы жыл туылған Ысқақ Қасымға алимент қарызы төлетпей отыр. Мен осылай жұмыс істесем, мені бүткіл жерден жұмыстан қудырады. Бүткіл ауыр жұмыстарды маған істетіп, тазалатып алып, өздерінің адамдарына оңай жұмысқа қояды. Шара қолданыңыздар. Осылай. Всегда осылай мен ізімді аңдып, мен бүткіл жерден жұмыстан қудырып отыр. 91 жыл Айгерім, 701 272 922 номердегі Ержан. Басында келген кезде бұлар жақсы еді. Енді жаңа ашкарик таққан Әшім деген Виталин деген біреу келіп, маған тесіп, мені жұмыстан қудырып, өзінің ойнасыма, злобнигіма, әйеліма, Алма деген әйелді әкеліп, менің орныма қойып, мені жұмыстан қудырып отыр. Маған постоянно істеуге бермеп еді. Мен бірінші болып келгем. Менен кейінгі келген адамға 5 күндік жұмыс беріп отыр. Абая Сайна, микрорайон 3, 10-ада орналасқан.